Кайырлы күн баршаңызға. Бүгін бізде курс барысындағы ең бірінші сабақ қажетті құрал-жабдықтар мен керекті заттарды көрсететін боламын. Құлпынайлар ірі және қатты болу керек. Сорты альбион және клери деп аталады. Турецкий жұмсақ құлпынайлар болмайды. Келесі бізде шоколад бельгийский Berry Callebaut, бізде белый және молочный түрімен жұмыс жасауды көрсететін боламын. Букет жасауға керекті құралдар бізде флористический оазис және 30 сантиметрлік шпажка. Шоколадные буквы жасауға арналған силиконовый форма, скотч, капсулы, зубочистка және одноразовый кондитерские мешки. Шоколад ертуге арналған пластмасса ыдыстар. Шоколадты қозғауға бізде силиконовый лопатка керек болады және шоколадты еріткенде температурасын өлшеуіш құрал пирометр керек болады. Шоколадты сәндеуге арналған бізде түрлі кондитерский съедобный посыпкалар, кондурин екі түсі золотистый және перламутровый деп аталады және кондуринге арналған щетка.